Бүгінгі сыныптасымыз іс-шарамыз Ілияс Жансүгіров атамыздың шығармашылығына арналған. Ілияс Жансүгіровтің ол туралы қазір бейнебаян көріп алайық. Ұлттық қалпағы жігіт арасында қаһарман, жаужүрек әрі қапсағай бейнелі батырдың бейнесін беріп тұрғандай. Суреттегі кісі қазақ әдебиетінің классигі, шоқтығы биік ақын, прозаик, драматург, фельетоншы, очеркші, қоғам қайраткері Ілияс Жансүгіров. Ілияс Жансүгіровтің шығармалары құлагер 1936 жылдың қараша айында Социалистік Қазақстан газетінің бірнеше шығармаларында жарияланды. Күй 1924 жылы жазылған, күйші 1934 жылы жазылған, дала 1930 жылы жазылған, басында еңбекші қазақ газетінің бірнеше шығармаларында жарияланып, 1930 жылы Семейде және 1936 жылы Алматыда кітап болып басылды. Рүстем Қарина 1926 жылы жазылғанымен ақынның көзі тірісінде жарияланбаған. Құлагер еркіндікке ұмтылған қазақ елінің символы. Тас тұғырда бауырын жасатқан құлагердің ұстан соғылған мүсіні, еркіндікті аңсаған қазақ елдің болашаққа қарай ұмтылғанын көз алдыңызда елестетеді. Сенің атын асқақтатқан ең әуелі жылмақ табиғат, тасу еткен қаңғылы талант болса, екіншісі ақан есімімен қатар аталатын құлагер еді. Ілияс Жансүгіров, құлагер. Тасқында таусығындай көңіл жыры, қазақтың сусындасын ойы ғыры, бұрқырат бұлағында кең далаға, бастырмай шөпке шарға тоқтай бұры. Шат елдің шешенімін даңғылмын, шыным сол правам бол заңдымыным, Астана маған тордан саңқылдасам, жетпеме жер жүзіне жаңғырығым, бақ туын тұрған дастап бүгін қазақ, көңілі судай тасып оттай маздап, ешкі күн елім көрген ен ойласам, көрінер кейде қорлық, кейде мазақ. Қадірлі бағасы алтын тілі, сенен бағалған балан түрі, төрт бөлікті ұйқысын, жұбатам деп, сенбей дәлмеген адам менің. Қамаудың хан ауылы қыр жағында, аңқытып ақ орданың бір жағында, ше отыр домбыраны дүрілдетіп, құмар қап тартқан күндің ырғағына. Домбыра, сенде мін бар ма, мінсіз болсаң тіл бар ма, тіл жоқ деуге бола ма, тілден анық үн барда. Домбыраның күші мол, көмейінде күй барда, сылдыр-сылдыр сар қамыстан төгілді жыр өр далыстар.